Баршаңызға сәлем. Құлсары қаласында тұрғындар наразылығының 3-ші күні жалғасып жатыр. Жылыой ауданы әкімдігі алдында тұрған халық өтемақы мәселесіне наразы. Бүгін полиция тұрғындарға шатыр салуға бөгет жасағысы келді. Өтемақы мәселесіне наразы тұрғындар шатырларын алаңға алып келе жатқанда полиция тұрғындары жолын бөгеді. Полицейлер шатыр тігуге болмайды деп заттарын тартып алмақ болды. Бірақ әйелдер полиция қоршауынан шығып, кедергіге қарамастан шатырларын тікті. Құлсардағы қазіргі жағдай қалай? Жұрт қайта ма? Тоқаев Құлсары туралы не дейді? Хабар арнасының өтірігі неде? Жауаптары осы шығарылымда. Кеттік. Осыдан 1,5 ай бұрын 5 сәуір күні Құлсарыны су басты. 66 мың халқы бар қаланың тұрғындарына еш ескерту берілмегендіктен адамдар бар мүлкін тастап үстіндегі киіммен қашқан. Ал 5 күннен кейін 10 сәуір күні халық әкімдікке барып шығындарын өтеуді талап еткен. Суға кеткен үйімізді жөндеп берсін. Несие 2 айға шегеріледі деп жатыр. Бірақ бұл 2 айға артығымен төлеу, үстіне пайыз қосылады деген сөз. Коронавирус кезінде де солай болды. Үйі суға кеткен халықтың несиесі кешірілсін, немесе үстіндегі пайыз алынсын. Неге несиені айтпаймыз? Үйімді несиеге алдық, дүниені несиеге алдық. Бәріміз несиеде отырмыз. Ал Тоқаев болса ешқандай ақша аямаймыз. Барлық тұрғындардың шығындарын өтеп береміз деген. Здесь никаких средств жалеть я как президент страны не буду. Для меня самое главное это благополучие граждан. В конце концов, для чего мы копили эти деньги в течение целого ряда лет? Для того, чтобы они просто лежали или находились в ценных бумагах зарубежных стран? Нет. Для граждан нашей страны. Бизнес пен мемлекет су тасқынынан зардап шеккендерге барлығы 156 миллиард 442 миллион теңге қаржы бөлген. Бірақ ол қаржы тұрғындарға жетті ме? Құлсары тұрғындарының айтуынша 1,5 айда әр жанұяға 369 мың теңгеден бөлінген. Ал әр жанұяда орташа есеппен 5-10 адам бар. Ол кезде қазір жетпіске келдім, 30 жылдан кейін қайтадан тұр міне. Көрдің ба, енді менің әлім келмейді. Өлемін енді, болды, басқа шеғырға жоқ маған. Бересінде беріңдер баспаналарыңды. Ақшаларыңды өлдер балаусының көзіне. Халыққа. Біз өзіміз ескі үйіміз жарық деген. Бұл маңда келімізден сатып отырып, еңбектеніп. Үміттен 5 тиын алған жоқпыз ол кезде сатып. 5 тиын. Өзіміздің маңда келімізбен жұмысымызды жасап, екеуміз 93-те қайта салып алдық ол үйде. 1 тиын алмастан, 2 әдел әкеп бір қапқара түрменің. Болды, басқа дым алған жоқпыз. Жанып ақ кетейін, басқа бір зейін алатын болса. Ал енді содан кейін дымды алған жоқ. Енді мына үйіміз құлап ғой жарығым. Бітті ғой енді, қайда барамыз? Жебеге дейін, кришаға дейін көктіміз. Уақытша пәтер жалдауға 150-200 мың теңге керегін ескерсек, тамағын, киімін қоспағанда бұл ақша неге жетеді? Тасқынның салдарынан баспанасы бұзылған тұрғындар үйлердің әрбір шаршы метрі 400 мың теңгеден есептелгенін қалайды. Алайда әкімдік өкілдері 200-240 мың теңгеден есептеледі деп айтқан. Тұрғындар мұнымен келіспейді. Орындалу керек. Халықтың қадірін қашырмаңдар. Халық сұрап отыр, халықтың сұрауы орындалу керек. Метр квадраттың 400 мың ақша беріліп, қолма-қол есептесу керек. Осы талаптар орындалса, біздер ешкімді де мазаламаймыз, жөнімізге кетеміз. 15-нен бері әкімшіліктің алдында жиналған жұрт тарамай, талаптары орындалмағанша кетпейміз деп тұр. Олардың талаптары орынды ма? Мысалмен көрсетейін. Мысалы, мына баспана апаттық деп танылды. Адам тұруға жарамайды, бұзып қайта салу керек. 8 миллион теңгеге бағаланған. Сонда бұл ақшаны қалай есептеп отыр? 1 миллион теңгеге жетпейтін қаржыға бүкіл дүние мүлкімен бала шағасының 4 мезгіл киетін киімін ала ма? 8 миллионға қандай үй алады? Халық қалай ашынбайды? Жиналған халыққа алдымен Жылыой әкімі Жұмабек Қаражанов, кейін мәслихат төрағасы, Атырау облысы әкімі орынбасарлары шығып, 200 мыңға көндіргісі келген. Төменгі шегі 200 мыңнан басталады, әрбір шаршы метр үшін. Ең жоғарғы шегі 240 мың теңгеге барады. 200 мың деген не баға? Нарықтық Атыраудың бағасы ма? Сіз Атырауда тұрасыз ба өзіңіз? Сіз облыстың әкім замакем өтіп тұрсыз ғой. Сіз нарықтың осы жердің бағаларын бүгін білесіз ба? Вообще әңгіме не представление имеете? Сау тұрған үйді құрып жібердіңдер ғой. Шалаш болса да адамның саған тас болса да өзі отырды ғой. Қазір отыра алмай далада тұр. Біз неге асықпай тұрмыз? Біздің баратын жеріміз жоқ. Соны ескеріп отырыңыздар. Сосын андай одолжение жасап бізге келіп сөйлемеңіз. Сөйлей алмайсыз ба? Мінезіңіз көтермейді ма? Будьте добры, өзіңіз кабинетіңіз бар да көтеретін адам келсін деген. Сосын шаруа шешетін адам келсін.
Кеше ақыры Құлсарыға Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов келді. Әкім келген бойда қалада интернет бұғатталды. Ұсыныстарыңыз біз қабылдадық. Қаржылай береміз дедік. Өздеріңіз салып аламыз дедік. Сапасын өзіміз қараймыз дедік. Енді мәселен шешілді ғой енді. Ол мәселен шешілген жоқ. Әкім де халықтың талабын орындамаған соң, Құлсары халқы Тоқаевқа тағы бір үндеу жолдап, әкімшіліктің алдына қонып шықты. Тоқаевтың өзі бұл туралы не дейді? Президент тікелей жауап бермесе де, биліктің жауабын мемлекеттік арналардағы жаңалықтардан білуге болады. Құлсарыдағы наразылық басталысымен алдымен үндемеген Хабар Қазақстан арналары кейін өтемақы төлеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Тұрғындар мемлекет тағайындаған өтемақыға келіскен деп эфирлер шығара бастады. Бірақ билікшіл басылымдар Құлсары халқының наразылығы туралы бір ауыз сөз айтпады. Ризамын мен ол ақшаға, себебі мысалға менің үйім 23 миллионға бағалап тұрса, мен 240 пенен больше сумма алам. Мен әуелде де бір осы сұхбат бергенде айтқанмын, 400 мың теңгені мен ауадағы ақшаны сұрамаймын, маған қанағаттанатын сумма берсе болды деп мен әуелде де сұхбатымда айтқанмын. Мен сол сұхбатымда тұрамын, сол әңгімемде тұрамын. Мен 240-қа мысалға патология 240 дейді, мен соған ризамын. Видеодағы осы әйелдің есімі Жайлаш Мұқанова. Барлық мемлекеттік арналардан Құлсары тұрғындары риза деп айтып жатыр. Ал бұл Жайлаш Мұқанованың сөздеріне тұрғындардың өзі риза ма? Мен түсірген мына видеодан өздеріңіз қараңыз. Сендердің талаптарыңды орындап тұр. 240 мың деген идеальный сумма. Құлсары халқы қазір осылай арандатушылар, провокаторлар, титушкалар, КНБ мен әскери қоршауда тұр. Оларға барынша қолдау жасау керек. Қандай баға орнатса да, қай бағаға келіссе де, ол тек тұрғындардың өзінің шешімі болу керек. Тұрғындар 100% риза болу керек. Билік оған келісе ме, әлде алдағы уақытта күш көрсете ме? Жағдайды бақылап Телеграм мен Инстаграмға салып отырмыз. Халықты қаңғытпай, қақсатпай, мұңайлы өлке Құлсарының талаптары әлбетте орындалу керек. Қазірдің өзінде бөлінген 156 миллиард қайда? Ақша жоқ емес, бар. Жақында ғана власть басылымы шығарған зерттеуде Дубайда 253 миллион долларға Назарбаев әулеті, атап айтқанда оның екінші әйелі Әсел Құрманбаева, немере інісі Қайрат Сатыбалды және оның анасы, екі әйелі мен олардан туылған балалары Дубайдағы жылжымайтын мүлікке иелік ететіні анықталған. Одан бөлек Берік Имашевтың отбасында да үй-жай болған. Имашевтың қызы Назарбаевтың немересінің әйелі. Бұл тізімде Қорлан Шәріпбаева да бар. Ол Дариға Назарбаеваның қазіргі күйеуінің қызы. Сондай-ақ Құлбаевтардың мүлкі де осы тізімде. Дубайдағы пәтерлердің бәрі осы Құлсары сияқты батыс халықтың ақшасына алынған. Енді халыққа бөлінсін. Құлсары халқы Дубай, Лондон, Нью-Йорк емес өз жерінен үй салғысы келеді. Мұнайдың ақшасы халықтың ақшасы. Дубайда пәтер алатын ақша емес. Билік осыны ұмытпаса екен дейміз. Ал менде бүгінге осы, дүйсенбі күні үлкен видео репортаж шығарамыз. Міндетті түрде қараңыздар. Амандықта көріскенше сау саламат болыңыздар.